Алматыдағы көлік апаты. Алматыдағы болған оқиға екен, көрген кісі айтқан. Көшеде екі Мазда машинасымен жаңа джип соғысып қалады. Кедей көлігінен түсіп, жайнамазын жайып, жаратқаннан жәрдем тілеп, 2 ракат намаз оқиды. Бай калтафонына жармасып, өз құдайларына хабарласа бастайды. Сонымен МАИ қызметкерлері келе қалады да джипті кінәлі деп табады. Өкініштісі сол, таухид деген сөз көбіміздің тілімізде ғана екен. Ал әлгі ескі көлік мінген кедейдің сыйынғаны Алла екен анық болды. Алла айтады екен: мені кеншілікте еске алсаңдар, мен сендердің таршылықта еске аламын деп. Адам қатты қуанғанда да, қатты қорыққанда да, жай кезде де Алланы өте жиі еске алуы керек екен. Ешқашан қалғып, шаршамайтын, ештеңені ұмытпайтын, үздіксіз бақылаушыны естен шығарудың күнә санай бермейтініміз өкінішті ақ.